Бисмиллахир-рахманир-рахим. Адамзаттың асыл тәжі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыздың өмірі. Пайғамбарымыздың дүниеге келуі. Жер бетін рухани қараңғылық басқан. Барша әлем адамзат баласының небір хайуандықтарына куә болып, санасында сәулесі барлардың рухы мен жүрегі қан жылаған заман. Адам азып, ел тозған. Жақсылықтың жұрнағы да қалмай бара жатқан уақыт. Жер жүзі бақыттың, қуаныш пен шаттықтың бастауы тәухид, яғни бір жаратушыға сенім дегеннен махрұм еді. Қайда қарасаң да күпір, күнә руханиятты әбден көлеңкелеп тастаған. Әркім әр нәрсеге табынып, болар болмыстың бәрін қолдап, тәңірге айналдырып жаратушымен байланысын үзген. Ақиқат билеушісін, шын жаратушысын іздеп, ала сұрған көңілдер медет іздеп жан таласуда еді. Адамдар надандықтың шегіне жеткені сонша, зұлымдық пен күпір батпағы қалыпты жағдайға айналған. Күштінің әлсізге әлімжеттігі, дәрменсіздің жапа шегуі ешкімді де елеңдетпеді. Күллі әлем қайғыға шомып, қасірет толы көңілдер уайымға берілген. Ақыл мен сананы, рух пен жүректі рухани қыспаққа алған күпіршіліктің, көп құдайлықтың бұлайша жалғаса беруі мүмкін емес еді. Миллади 571 жыл, сәуір айының 20-сы, Рабиғүл әуәл айының 12-ші түні. Піл оқиғасынан кейін арада 50-55 күн өткен. Меккенің қарапайым отауларының бірі, дүйсенбінің таңы атуға жақын, сәресі уақыты. Осы қарапайым үйде, құтты сәтте, жалғанда жалғыз рет болатын қайталанбас керемет оқиға жүзеге асты. Екі дүниенің сұлтаны Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам дүние есігін ашты. Сол мезеттен бастап бүкіл әлем бұған дейінгі қайғы қасіретін ұмытып шаттыққа кенелді. Қараңғылық түндігі сыпырылып, айнала нұрға бөленді. Бар дүние ерекше толқыныспен, дін сұлтаны көзін ашып өмірге, нұрға толды бар дүние көңілдер деп тебіренді. Жер жүзінде бірде-бір анаға бұйырмаған ұлы құрмет иесі атанған әзіз ана Әмина бақытты сәтін бұлайша баяндайды. Жүктілігімнің 6-шы айында едім. Түсімде бір кісі: «Ей Әмина, сен әлемге қайыр береке әкелетін сәбидің анасы боласың. Атын Мұхаммед деп қойғайсың. Бұл құпияны ешкімге тіс жарып айтушы болма» деп ғайып болды. Сөйтіп жүргенде босанатын уақытым келді. Қайынатам Әбдімүтәліп Қағбаны тауап етуге кеткен. Үйде отырғанмын, құлағыма біртүрлі дауыс жетті. Қорыққанымнан не істерімді білмей сасып қалдым. Дәл сол сәтте бір ақ құс пайда болды, ұшып қасыма келді де қанатымен арқамнан соқты. Сол-ақ екен, қорқынышым сейіліп сала берді. Айналама көз жібергенімде ақ кесемен ұсынылған шәрбатты көрдім. Қолыма алып іштім. Жаным мен тәнім нұрға бөленгенін сезіндім. Сонан соң Мұхаммед өмірге келді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бір ерекшелігі арқасында, екі жауырының арасында, дәл жүрек тұсында нәбилік, пайғамбарлық мөрі, яғни хатами нүбәут бар еді. Қызғылт түсті, үстіне қыл өскен, меңнің үлкендігі кекілік жұмыртқасындай болған. Бұл белгі ардақты пайғамбарымыздың көптен күткен соңғы пайғамбар екендігінің тағы бір дәлелі еді. Дүниенің сұлтаны пайғамбарымыз туылған сәтте атасы Әбдімүтәліп Қағбаның жанында Құрайыштың ақсақалдарымен бірге әңгіме дүкен құрып тұрған. Сүйінші хабар оған жетті. Әбдімүтәліптің қуанышы қойнына сыймай, үйіне қалай жеткенде аңғармады. Торсық шеке немересін құшағына ала салып емірене аймалады. Әлден уақыттан соң немересін ұлы Әбутәліпке ұстатып: «Осы баланы саған аманат еттім. Осы ұлымның мәртебесі биік, ерекше құрметке бөленетін жан болады» деді. Шаранаға ат қою құрметі атасына берілді. Атасы ойланбастан «Мұхаммед болсын» дейді. Арабтарда жаңа туған сәбиге ата-бабаларын атын қою рәсімі ежелден келетқан. Көпшіліктің «Неге аталарымыздың бірінің атын қоймадың?» деген сауалға атасы: «Ұлымның өмірінің ғибратты да баянды болып,
Алла тарапынан да, адамдар тарапынан да мақтауға лайық болғанын қалаймын деп жауап берді. Мұхаммед арабшадан аударғанда мақтаулы дегенді білдіреді. Шынында Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Алланың барша адамзат баласының, тіпті періштелердің мақтауына ие болған бұл дүниедегі жалғыз адам. Өйткені ол осынша мақтанға, марапатқа, құрметке лайықты жан. Мұншалық мадаққа терең иманы, Алла жолындағы ынта ықыласы мен жоғары әсем көркем мінез құлқы арқылы қол жеткізді. Бұл мәселеде оған теңдесетін ешкім болған емес және болмайды да. Мына дүниенің ең үлкен оқиға пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам дүниеге келу оқиғасы екені даусыз. Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам Алла тарапынан елшілік міндеті жүктелгенде, оны басқа пайғамбарлар сияқты белгілі бір топпен ғана шектемеген. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам күллі жаратылыстың пайғамбары ретінде жіберілген. Сондықтан ол дүние есігін ашқанда әлемде қилы-қилы құбылыстардың болуы заңды. Сол түні ерекше бір жұлдыз туды. Яһудилер арасында ғалымдар көп болатын. Олар Алланың берген ілімімен қаруланып, небір нәрселерді алдын ала болжап қоятын. Жұлдыздарға қарап бал ашуды да алдарына жан салмайтын. Соңғы пайғамбардың келетіні жөніндегі мағлұматтарды да көктен түскен кітаптарынан оқып біліп алған. Оның ерекше белгілері де соларға мәлім. Тек бір ғана беймәлім дүние ақыр заман пайғамбарының қашан туылатындығы. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам туылған сәттегі табиғат құбылыстарынан аспандағы ерекше жұлдыздың пайда болуы яһудилер көрмей қалған жоқ. Мәшһүр шайыр Хасан ибн Сәбит бұл жайтты былайша түсіндіреді. Мен 7-8 жасар бала едім ол кезде. Бірде таңертемен «Ей, яһудилер!» деген қатты дауыстан шошып ояндым. Айқайдың қатты шыққандығы соншалық ел жұрт төсектен тұрған бойы әлгі айқайшының маңына жиналып қалды. Бүгін түнде Ахметтің жұлдызы туды, яғни ол өткен түнде дүниеге келді, деді ол көпшілікке бажырая қарап. Жиналғандар дабырласып кетті. Ибн Сағдтан жеткен мәлімет төмендегілерше сыр шертеді. Меккеде бір яһуди тұратын. Алланың соңғы елшісі туылған күннің ертеңіне құрайыштықтарды жинап, бүгін руларында ол бала дүниеге келді ме деп сұрады. Құрайыштықтар бір-біріне қарасты. Сонан соң білмейміз, естіген жоқпыз деді бәрі бір ауыздан. Олай болса барып сұрастырыңдар. Бұл үмметтің пайғамбары бүгін дүниеге келген. Арқасында ерекше белгісі бар, деді яһуди. Құрайыштар сұрастыра келіп көрген білгендерін әлгі яһудиге жеткізді. Өткен түнде Әбдімүтәліптің марқұм ұлы Абдулланың жесірі Әмина босаныпты. Баланың арқасында белгісі бар екен. Яһуди мұны ести сала жаңа туылған шарананы барып көрді. Көрді де есінен айырылған адамша отырған жерінде жар салды. Пайғамбарлық Исраил әулетінен кетті. Құрайыштықтарға жетті. Құрайыштың даңқасып, батыс пен шығысты жайлайтыны рас болады. Мәдияндағы Кисра сарайындағы тірек бағандар құлап, жер мен жексен болды. Пайғамбар жарық дүниеге көзін ашқан сәтте терең ұйқы құшағында жатқан Иранның Мәдиян қаласының тұрғындары құлақ тұрдырарлық тарсыл-гүрсілден оянды. Қала билеушісі Кисра, қала халқы көшеге босып кетті. Кисраның зәулім сарайының сәулетіне сән қосқан 14 тірек бағаны өзінен өзі қирап қалды. Таңды көзбен атырған Кисра ертемен мемлекетіндегі діни басшыларды шақырып жиналыс ашты. Мәселе кенеттен бастарына келген апаттың мәнін ашу. Кисра әдеттегідей тәжін киіп, тағына жайғасуы мұң екен, салтатты біреу шауып келген күйі оның қолына хат ұстатты. Әкелген хабары суыт, отқа табынушылардың мыңдаған жылдардан бері жанып тұрған алауы сөнгендегі туралы жазылған. Бұл мәлімет Кисраның қаупін күшейте түсті. Осылайша аңтарылып тұрғанда мәжіліске келген Иранның бас қазысы Музабан бірнеше күн бұрын көрген түсін айтып, сайрай жөнелді. Түсімде аузынан ақ көбік атылған 100 шақты түйенің Дижля өзенінен өткенін, оларды бастаған ауыздығымен алысқан араб аттарының да судан емін-еркін өтіп, Иран жеріне жайылғанын көрдім, дейді. Кисра әрдайым дұрыс сөйлейтін, әділдігімен аты шыққан Музабанның бұл түсінде жақсылыққа жори алмады.
қалш-қалш етіп мұзабанға қарап: «Сенің ойынша бұл ненің белгісі?» дейді. Басқазы қысқа қайырды: «Арабтар тарапынан маңызды өзгерістер болатынға ұқсайды» дейді. Кисра апыл-ғұпыл Хира әкімі Нұғман ибн Мунзирге былай деп хат жазады: «Ғалымдарының ішіндегі ең білгірін маған тез жолда». Хатты ала салысымен Нұғман мәселенің маңыздылығын ұқты да Абдул-Масих ибн Әмірді данышпан Мәдиянға жіберді. Кисра көріпкелді ерекше ілтипатпен қабылдап, болған оқиғаларды рет-ретімен баяндап берді. Жылдан болжам жасаудың өтінді. Абдул-Масих нақты жауап бере алмайтынын айтып, Шамға жақын маңда Жабия деген жерде тұратын нағашы ағам Сатықтың көрегендігіне көп куә болдым, содан ақыл сұрасақ қайтеді деп ойын білдіреді. Мәдиян билеушісі Абдул-Масихтың Сатыққа жұмсайды. Шамның машрық көріпкелі Сатық әбден қартайған, денесі тек етпен жаралғандай, екі бүктелген, бет-аузы жымырайған, ұсқынсыз кәйіпте сәуегей еді. Үнемі шалқасынан жататын да қоятын. Ғайыптан берген хабарлары көбінесе дұрыс шығып, адамдарды аузына қаратқан көріп келеді. Абдул-Масих тау-тас асып нағашысына келіп жетеді. Сатық ауыр науқастанып, жолаушысының сәлемін алуға жарамай жатқан. Қинала ыңқылдап жатқан ол Абдул-Масихқа болған жайды баяндай бастағанда өзгеріп сала берді. Өлім аузында жатқан Сатық көздерін бақырайта ашып, ажалмен арпалысын ұмытқандай бар даусымен айқайға басты: «Уа Абдул-Масих, мұнан былай Алланың уахиы көбейеді. Уақыт пен кеңістікке билігін жүргізген нағыз Тәңірдің қалауымен соңғы пайғамбар келді дүниеге. Сонымен пайғамбарлықтың ақырғы нүктесі қойылды». Терең тыңыстап сөзін ары қарай жалғады. Сасанилер арасынан құлаған қорғанның санына тең билеуші шығады. Содан соң билікте ыдырайды, ақиқат үкімдер шығарыла бастайды. Осылай деді де Сатық мәңгілікке көзін жұмды. Атақты көріпкел ақырзаман пайғамбарының келгенін хабардар етті. Тарих Сатықтың жорамалдарының дұрыстығына куә болды. Сөйтіп Иран мемлекеті 67 жылға созылған 14 билеушісінің басшылығынан соң соңғы пайғамбардың дінін қабылдап мұсылман атанады. Қағба маңындағы пұттар құлады. Құрайыштықтар арасында да Аллаға ортақ қосушы мүшриктер аз емес еді. Олар Алланың үйі Қағбаның маңын қолдан жасалған пұттарымен толтырып, соларға табынып әлек болып жататын. Таухидтың таратушысы Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам туылған сәтте осынау ұлы оқиғаның күшіне төтеп бере алмай, қорғасынан құйылған пұттардың көбі құлап қирайды. Мыңдаған жылдардан бері алаулап жанған мәжусилердің, отқа табынушылардың оты сөнді. Мәжусилер қашаннан отқа табынатын, от олардың қасиетті тәңірі саналатын. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дүниеге келген сәтте мәңгі өшпес деп есептелген алау бір мезетте сөнді. Демек, дүниеге көзін ашқан ұлы тұлға пұтқа табынушылық сияқты отқа табынуды да жойып, жер жүзін таухид сенімімен шұғылаландырмақ.